сіздер ме көрермендер, бүгінгі пайдалы кеңесім иммунитет. Қандай жағдайда біз иммунитетті күшейте аламыз? Оның қандай амалдары бар? Егер осы тақырыбым сіздің қалеңізге жарап жатырса, онда лайк басып, комментарий жазып, подписаться белгісін басып, подписки бөлімінде болсаңыз болады. Негізі иммунитет күз, көктем айларында төмендейді. Осы айларда төмендемеу үшін және жылдың 4 мезгілінде де төмендемеу үшін көбінесе мына нұсқауларды ұстап отырсаңыз болады. Біріншіден ол дәрумендер. Иммундық жүйені нығайтуда көп дәрумендердің маңызы зор. Оның ішінде А, В, С, Д, Ф. Жалпы барлық өсетін тағамдар, мәселен құрамы бета-каротиндерге бай сәбіз, қызылбұрыш, қауын, қызанақ, асқабақ сынды көкөністер ағзаға аса қажет. А дәрумені мен каротиндер антигендердің соққысына төтеп беріп, иммундық әрекетке жауап берсе, екінші қырынан ол рак ауруларынан қорғауға қауқары көп болады. С дәруменінің басты қайнар көзі ол қарақат, итмұрын, цитрус жемістері, шырғанақ, ақжелкен, орамжапырақ, лимонда болады. Ағзада осы дәрумендердің жетіспегенде қарсы денелердің қарқынды баяулайды. Ал аталған дәрумендер ішкен асыңыз арқылы бойыңызға тарап, иммундық жасушалар жеткілікті деңгейде өндіріледі. В дәрумені шемішке, қара нан, жаңғақ, қарақұмық, саңырауқұлақ, ірімшік сынды тағамдарда бар. Сонымен қоса жаңғақ, шемішке сынды тағамдардағы Е дәрумені жасушаларды түрлі жарақаттардан сақтайды. Иммунитетті күшейтуге бірден бір пайдасын тигізетін минералдар селен, цинк, магний, кальций, темір, йод, марганец. Бұл минералдар көбінесе жаңғақтар мен бұршақ тұқымдас шемішкелерде, тұтас жармаларда, сондай-ақ енді қызықты жағы шоколадтың құрамында болады. Осы тағамдарды тұтынудан бас тартпаңыз. Екінші түрі ол тамақтанумен бірге иммунитетіңізді көтере аласыз. Онда толыққанды сіз ақуыздарды, оның ішіне ет, балық, бұршақ тұқымдас дәндерді күнде жеу арқылы, не болмаса аптасына 2 рет тұтыну арқылы сіз көбейте аласыз. Көкөністер мен жемістер, олар сәбіз, қызылша, орамжапырақ, редька, қызылбұрыш, анар, мейіз, қара өрік, сары өрік, алма, қызыл жүзім, мүкжидек, жаңғақ, сарымсақ, пияз, жаңа сығылған сығынды да көбірек тұтыныңыз. Теңіз өнімдерінің ішінен балық пен теңіз өнімдерінің құрамындағы әлі толықтай сіңбеген майлы қышқылдар ағзадағы қорғаныш қабілетін өте жақсы көтереді. Көп жағдайда кальмар мен теңіз орамжапырағын жеген өте пайдалы. Калийге бай өнімдер ол картоп пен өріктің, жаңғақ пен қарақұмықтың, сондай-ақ сұлы жармасының құрамында калий бар. Осы тағамдардан тартынбаңыз. Сүт тағамдары да өте пайдалы, оның ішінде көптеген бактериялар болады. Түрлі биоайрандар мен биойогурттар интерферонды жақсы түзіп береді. Ал көк шай ағзадағы радионуклидтерді қуып шығудың таптырмас әдісі. Көк шайға сіз балды қосып ішсеңіз, өте пайдасы зор, иммунитетіңізді көтереді. Әсіресе пайдалы тағамдар күнделікті рационыңыздағы брокколи, сәбіз, сүт тағамдар және биоқоспаларды, құлпынай, киви, асқабақ, лосось балығын, жаңғақ, зәйтүн майын, күрке тауық етін, цитрус жемістерін көбірек қосыңыз. Тағамға мейлінше осы нәрселерді қосу арқылы сіз иммунитетіңізді жоғары көтере аласыз. Сонымен бірге асқабақты да үнемі тұтыну керек. Ол керемет нәтиже береді. Үшінші нәрсе ол пробиотиктар. Ағзадағы пайдалы бактерияларды ұлғайтуға септігін тигізетін тағамдар бар. Олар пробиотик деп аталады. Олардың қатарына шалқан тәрізді, пияз, сарымсақ, артишок пен банан жатады. Төртіншісі ол табиғаттың өзінің бізге беріп жатқан сыйы. Оған иммунитетті күшейтуге атсалысатын табиғи әдіске қызыл күрең, қазақша аты, орысшасы эхиноцея, женьшень, қызыл мия серімене жатады.
Осы шөптердің тұнбасын тұтыну арқылы белгілі бір сырқатты емдеп немесе алдын алуға болады. 5-ші түрі ол шынығу арқылы иммунитетімізді көтере аламыз. Оның ішінде жүзу, салқын суға түсу, контрастты душ қабылдау ағзаны нығайтуға көмектеседі. Жоғары және төмен температураны алмастырып пайдалану иммундық жүйеге өте пайдалы. 6-шысы ол салауатты өмір салтын сақтау. Физикалық жаттығулар иммунитетті нығайтуға өте пайдалы. Мысалы, таңғы жаттығу, фитнес, жүгіру, жүзу, жаяу серуендеу, шейпинг пайдалы. Осы түрлі жаттығулардың ішінен патша көңіліңіз қалаған түрін таңдап шұғылдансаңыз, еш өкінбейсіз. Десе де, ағзаға мөлшерден тыс салмақ салудан аулақ болыңыз, ол иммунитетке зиян болады. 7-шісі ол тынығу. Кәдімгі күнделікті демалысымыз. Жұмыстан келгеннен кейін диванға жатып, көзіңізді жұмып, терең әлі біркелкі демалу арқылы жақсы дүниелерді ойлауға талпыныңыз. Көңіліңіз қаласа баяу етіп әуен қосып, миыңызды тынықтыруға тырысыңыз. Бұл әдіс күні бойы жиналған шаршау мен күйзелісті басып, иммунитетке тек жақсы қырынан әсер етеді. Бүгінгі менің пайдалы кеңесім сіздердің әжеттеріңізге жарап жатырса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться белгісін басып, подписки бөлімінде болыңыз. Көріскенше сау болыңыздар.